Үшінші қара сөз. Қазақтың бірінің біріне қас күнем болмағанын, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынның рас сөз аз болатұғынның қызметке таласқыш болатұғынның өздерінің жалқау болатұғынның себебі не? Һәммә ғаламдағы белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған, әрбір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады, әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді, әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді, әрбір ақылсыз надан арсыз келеді, әрбір арсыз жалқаудың сұрамсық өзі тойымсыз өнерсіз ешкімге достық жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен, басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін сауда, өнер, ғылым солар секілді нәрселерге салынса бұлай болмас еді. Әрбір мал өздігінен малым көп болса, өзімдікі де балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе малшыларға бақтырмақ, өздері етке қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе қыстауы босар еді деп, мен ана кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрі-беріден соң сыртымызға шықтық, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сезім өтімді болсын деп, және де ептеп мал жиюға күшім жетем деп болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жинағандардың бірігінен біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң кім ант ішіп ақтап, арамдығының жақтап сүйемін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп, арыз береді. Оған да знание тергеу шығарады. Өтірік көрмеген көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, арамдықпен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді, өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзілігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. 3 жылғы болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па? Деп елдің болғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, өзінің начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа пек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уә және назначение қылғанда тергеуі сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Уә және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғанда, бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп сыналып білінді.
бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде кеңес қолғанда жеті жарғысын білмек керек. Ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескеріп бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу салаларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеуі болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп, би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылыққа әшкери білгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе, ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып бөте берсе, егер оғанда ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.